Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұмыс уақыты. Грамматикалық тақырыбымыз бөлшектік сан есім. Алдымен мына сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Сіз күніне неше сағат жұмыс істейсіз? Жұмыс уақытыңыз нешеде басталып, нешеде аяқталады? Тамаша. Ал енді бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Ауысым, бейбітшілік, ерте, жұмыс уақыты, жұмыс күні, сұхбат, қысқа, келісім шарт, уақытында келу, үміткер, таңертең, түскі үзіліс. Берілген сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып, оны жаттап алуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасына назар аударыңыздар, дұрыс аудармасымен сәйкестендіріңіз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Жұмыс уақыты, рабочее время, келісім шарт, контракт, ауысым, смена, жұмыс күні, рабочий день, түскі үзіліс, обеденный перерыв. Берілген тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп сенемін. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз бөлшектік сан есім. Заттың бөлшектік санын білдіретін сан есім математикалық ұғымға негізделген сөздер. Құрамы жағынан тек күрделі ғана болады. Жұмыстың 1/3 бітті, өнімнің тең жартысы жөнелтілді, жұмыссыздық 2,5%-ке қысқарды. Бөлшектік сан есімдердің құрамы. Бірінші, сөздердің бірінші сыңары ілік септікте, екінші сыңары тәуелдік жалғауда тұрады. Мысалы, 3/1, 4/2. Екінші, бірінші сыңары шығыс септікте, екінші сыңары тәуелдік жалғауда болады. Мысалы, 2/1, 10/4. Үшінші, бірінші сыңары шығыс септікте, екінші сыңары атау септікте болады. 1000/1, 4/1. Төртінші, бірінші сыңары шығыс септікте, екінші сыңары тәуелдік жалғаудағы бөлік сөзінің тіркесуімен жасалады. 100-10 бөлігі. Бесінші, белгілі бір заттың тиісті бөлшегін атау үшін есептік сан есімдерге жарым, ширек, жарты сөздері тіркеседі. Мысалы, 6,5, 3 ширек. Алтыншы, таза математикалық бөлшектік санда бүтін сөзі қолданылады. 10/6-2. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз түсінікті болса, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген бөлшектік сан есімдерді сөзбен жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. 2/1, 4/1, 1,5, 5/4, 3/1. Үшінші тапсырма, жауабын табыңыз. Бір бөлмеде 12 адам отырады. Әріптестеріңіз кей күндері түскі тамаққа асханаға бармай, пиццаға тапсырыс береді. Екі әріптесіңіз тауық еті қосылған, ал қалғандары саңырауқұлақ қосылған пиццаны жақсы көреді. Сонда қанша адам саңырауқұлақ пиццасын жақсы көреді? Лаураның кітабының беті 300. Ол кітабының 1/3 бөлігін 5-6 күнде оқып бітірді.
Сонда қанша бет қалды, қалған бетін қанша күнде оқып бітіреді деп ойлайсыз? Ал енді жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. 10 адам саңырауқұлақ пиццасын жақсы көреді. Лаураның кітабын 200 беті қалды, 10-12 күнде оқып бітіреді. Ал енді оқылым мәтінін бірге оқиық. Немістер тәулігіне 5 сағат жұмыс істейді. ТМД елдерінде азаматтардың еңбек уақыты бір аптаға 40 сағаттан келеді екен. Ал Еуропада жұмыс уақыты ең қысқа елдердің тізімін Германия мен Нидерланды бастап тұр. Мәселен, аталған елдерде жұмыс күні шамамен 5 сағатқа созылады. Таң тамаша болып отырсыз ба? Сонда бір жыл көлемінде 1330 сағат жұмыс істейді деген сөз. Ал 1 сағат еткен еңбек үшін Германияда 35, Нидерландыда 42 доллар көлемінде жалақы төленеді. Әлемдегі жұмыс уақыты ең қысқа елдердің қатарына келесі елдерде кіреді. Францияда еңбек келісім шарты бойынша аптасына 26 сағат, Австрияда 27,5 сағат, Бельгияда 27,8 сағат, Ирландияда 28,3 сағат, Данияда 28, Люксембургте 30 сағат, Финляндияда 30 сағат, Британияда 31 сағат жұмыс істейді. Айта кетсек, дәл осы ондыққа кірген елдердің еңбек ақысы да жоғары болып саналады. Айтып айтпай не керек, еуропалықтар өз қызметкерлерінің асты үстіне түсіп, барлық жағдайларын жасайды. Бір ескеретіні, жұмыста сирек, анда-санда болса да қалып, кеш бойы жұмыс істейтін неміс жұрты болып шыққан. Олар келісім шарттағы бекітілген жұмыс уақыты әлдеқашан бітіп қалса да, жұмыс орнында отырып, үлкен ізденіс үстінде еңбектенеді екен. Бұл көрсеткіш жағынан олар барлық елдерден алда тұр. Мүмкін ірі кәсіпорындардың тоқтамауы, баспасөз беттерінде олардың ашқан жаңалықтары туралы дүркін жазатындары да осыдан болар. Көп сала бойынша олардың көшбасшы болып тұрғандары анық. Оны мойындау керек. Оқылым мәтінімен таныстық, ал енді 4-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтінді мұқият оқыңыз, берілген кестені толтырыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Аптасына 30 сағат Финляндияда, Люксембургте, аптасына 27,5 сағат Австрияда, аптасына 26 сағат Францияда, аптасына 27,8 сағат Бельгияда, аптасына 31 сағат Британияда, аптасына 28 сағат Данияда, аптасына 28,3 сағат Ирландияда. 5-ші тапсырма, оқылым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Сіздің жұмыс уақытыңыз аптасына неше сағат? ТМД елдерінде жұмыс уақыты аптасына неше сағатты құрайды? Әлемдегі жұмыс уақыты ең қысқа елдерді білесіз бе? Жұмыс уақыты жұмыс сапасына кері әсер етеді деп ойлайсыз ба? Еліміздегі жұмыс уақыты сіздің көңіліңізден шығады ма? Тамаша. Ал енді сөйлесім тапсырмасы. Жаңа келген қызметкерге кесте бойынша жұмыс уақытын түсіндіріп беріңіз. Өте жақсы.
Ал енді үй тапсырмасы. Жұмыс уақытыңызды тиімді пайдалану үшін жоспар жасаңыз. Ал енді бүгінгі сабақты қорытындыласақ, сабақ барысында өзіңізге ұнаған 3 кезең, ұнаған 2 сұрақ, келесі сабаққа бір ұсыныс беріңіз. Өте жақсы, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.